Кыскасын айтканда, мен мультиктемин. Ол күндердің бір күні еді. Мен негізі мультик қарамайтын адаммын. Бірақ сол күні мен қатты мультиктерге беріліп кеттім. До того беріліп кеттім, что даже түнге дейін оттым. Походу ұйықтау керек сияқты. Мен суымды іштім. Кроватьқа жатып ұйықтап қалдым. Осы сөздерден кейін сендер сәл не болатынын білесіңдер ғой. Мен ояндым, бірақ мұны шын өмір емес. Мен су астында болдым, бірақ что-то ауа жұталамын. Мынау Спанч-Бобтың жері ғой. Капец, күшті ғой мына жақ. Мен сол су астында жүре тұрдым. Кейін бикини ботом деген жазуды көріп қалдым. Ол значит жақындап қалдым. Қасыма біреу келеді. Ол маған мен сені танымаймын дейді. Мен кетші тану керексің ба деп бір ұрдым. Шын өмірде адамдарға өсіп істей алмасам да мультикте смелау. Ары қарай жүрсем Спанч-Бобты көріп қалдым. Оған сәлем дедім. Ол маған біртүрлі қарады. Кенеттен Патрик келеді. Ол да маған біртүрлі қарады. Екеуі де маған біртүрлі қарады. Мен де оларға біртүрлі қарадым. Олар күлді. Жындылар екен ғой мыналар в натуре. Олар маған ойын ойнақшы деді. Окей, асық ойнайық дедім оларға. Олар маған жынды ұқсап қарап тұрды. Медуза аулайық деді. Қорлайсыңдар ғой қасқауларды дедім. Дедім де олармен бірге аулап жүрдім. Bir кезде қарным ашты. Жейтін зат бар ма дедім. Спанч-Боб маған красти крабқа кеттік деді. Маған крабзугер берді. Мен жедім. Дәмі онша емес екен. Қысқасын айтқанда, мен мультиктемін.